Жапонияда депрессияны қалай емдейді? Соңғы кезде өз-өзімді күтіп қараудан қалдым. Кежегем кері тартып, күндік бойы жатын киімімді шешпей жүре беремін. Тіпті тіс тазаламау бұлай тұрсын. Денем судың не екенін ұмытып кеткендей. Түнде ұйқы, күндіз күлкі жоқ. Мен үшін өмірімнің жазы кетіп, күзі қалды. Оның үстіне салмақ қосып, әрі қарай өмір сүруге күннен күнге ниетім қажалып, үлкен тоқырау шеңберінен шыға алмай қалдым. Талдағы шірген жемістей, үзілуге шақ қалған тірлігімнен құлақ қағыс болған жапондық құрбым қостай ұшып келіпті. Сенің басыңнан өткен дүние менде де болған, бәрін түсінемін. Егер өміріңнің өзгергенін қаласаң, дереу мен айтқан клиникаға баруымыз керек деп кесіп айтты. Онда бір ерекше үрдіспен жасалатын ем-дом бар көрінеді. Сіздерге өтірік болса, маған шын. Үстімдегі киіммен үйдің қыстырма тәбішкесімен тартып отырдым. Токионың қазаны қайнаған орталығында келеміз. Түрім адам шошырлық. Алайда өзіме бәрібір болса, айналадағы жапондықтарға да дәл солай. Мүлде мән бермейді. Тіпті жалаңаш жүрсең де елең етпейтін сыңлы. Олардың сыни көзбен қарайтын уақыты жоқ. Әркім өз ойымен арпалысып жүргені. Сөйтіп біз діттеген жерімізге жеттік. Кірген бойда мән бере қоймаған құжаттарды толтырдық. Қысқасы, мені өлгенде жатқызатын адамның табыты бар бөлмеге алып келді. Дәрігер бірнеше сұрақтар қойып, ақыреттің киімін кигізді. Табытқа жата бер, және өлгенде қалай болатынын сезініп көр. Егер шыққың келсе, мына батырманы бас. Сонда біз сені босатамыз, деді ақ қалатты адам. Мен табытқа жаттым. Ішінде бір түрлі иіс сезілетін сияқты. Бірақ әтірлеп қойған. Іші жұмсақ атлас мата. Мен мұңлы әуен ойнаған табыт үшін зерттей жаттым. Бөлменің әлсіз жарығы сәл түсіп тұрды. Табытты көлікке тиеген естіліп те, сезіліп те жатыр. Мен жылдам әлгі шақыру батырмасын іздеп баса бастаймын. Ал ол болса кенет құлап кетеді. Айқайлап жатырмын. Онсыз да жүйкем тозған, әлім кетіп, шаршап қалдым. Көлік 10 минуттай жүріп келгендей болды. Тұншығып барамын. Түсіріңдер деген бұйрықты сөз естілді. Мен өзімді арқанмен жерге түсіріп жатқанымды сездім. Табыттың үстіне топырақ құлап жатқан естілді. Сырттағы дауыстар алыстап барады.
Мен айқайлай бастадым. Өз тілімде білетін бейәдеп сөздерді оқша жаудырып жатырмын. Соңғы кезде ойлауға қабілеті жоқ миыма миллион ой келді. Мен сектанттарға түстім. Олар мені тірідей көміп жатыр. Жапон қызы, олармен сыбайлас болу әбден мүмкін. Қасапшының қолына түскен малдай тулап жатырмын. Ең қорқыныштысы, расымен тұншыға бастадым. Көзден көлдей аққан жас құлағыма құйылды. Үрей мен қорқыныштан дірілдеп, зәрімді жіберіп қойдым. Табыттың тарлығы, бетіңді сүртеді алмайсың. Мен өзімді бөрене тәрізді сезіндім. Раббым, мен өлгім келмейді деп айқайладым. Табыт тарлығынан іші қапырық, демалатын ауа да жоқ. Менің басым айнала бастады. Бір кезде тоңа бастағанды сездім. Табыт ішінде түгелдей зәріме суланып жаттым. Салқын жер сияқты. Мен тағы 20 минуттай жыладым. Есім бір кіріп, бір шығуда. Жағдай өте қорқынышты болды. Мен әлгі жазушы Гоголды түсіне бастадым. Мүмкін ол да табытта оянған кезде дәл мен сияқты күй кешкен болу керек. Өткен өмірім сурет секілді көз алдымда бірден пайда бола бастады. Қызымды қалай босандым? Және алғашқы қолыма алған ұстағаным, оның алғашқы қадамдары. Күн сайын шашын өретін едім. Құдай-ау, мен қызымды мүлдем ұмытып кетіппін. Менің қиялымдағы депрессияның кесірінен. Анама да мүлдем қоңырау шалуды тоқтатқанымды есіме алдым. Өмір сондай әдемі екенін түсіне бастадым. Өмір қандай керемет. Ал мен өлейін деп жатырмын. Жапондар, сайтан алғыр деп жатқанда табыттың қақпағы ашыла кетті. Қарасам, мен әлгі бөлмедемін. Бұл табыт өлімнің иллюзиясы және толығымен компьютерленген. Мен әлі 10 минуттай жылауымды тоқтата алмай, әрең тынышталдым. Бәрін ал бәрін, келіп боқтаймын. Ал құрбым күліп қарап тұр. Бір жағынан өмірге жаңа келгендеймін. Олар маған өлімімнің бейне жазбасын көрсетті. Табыттың ішіне камералар орнатылған екен. Осы процедурадан кейін мен едәуір салмақ тастап әдемі болдым. Өмірге ғашық бола, өмір сүргім келе берді. Кешегі құлазыған дүниемнен түк қалмады. О дүниеге барғым келмейді. Мен осында және қазір өмір сүргім келеді. Осында сіз де өмірді жақсы көріңіз. Авторы Назим Асака, аударған Дастан Әбдірахманұлы, оқыған мен Бибі Гүл.